Өзіңіз туралы аздап айтып берсеңіз, бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Мен Сұлтанов Жанбатыр Сабырұлы, агроном мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнын аяқтап, ауыл шаруашылығы саласында біраз тәжірибе жинақтадым. Кейіннен мұғалім мамандығын алып, екі мамандықты ұштастыра отырып, осы колледжде арнайы пәндер оқытушысы болып жұмыс жасаймын. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде неше жылдан бері қызмет атқарып келесіз? Мен бұл жүйеде 20 жылдан артық уақыт еңбек етіп келемін. Сіздің ойыңызша шебердің басты міндеттері қандай? Өз мамандығын шын сүйетін адам білімін кейінгі ұрпақпен бөлісу қажет. Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру арқылы өндірістік дағдыларды үйрету, қауіпсіздік техникасын сақтау, тәртіпке, еңбекке баулу және жеке үлгі көрсету. Студенттерді оқыту барысында өзіңіздің авторлық әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Менің өз құрастырған арнайы әдіс тәсілдерім жоқ әрине. Бірақ заманауи технологияларды қолданып, сабақтың қызықты, тартымды, сапалы өтуін алғы шарт ретінде қарастырамын. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз немесе ұраныңыз қандай? Өмірлік ұстаным немесе ұраным ол үйрету тек білім беру емес, ол шабыттандыру. Нақты білімді беру арқылы ұстаз оқушыға жаңа мүмкіндіктер ашып, оларды шабыттандырады. Білім беру шабытпен үйлескенде ғана оқу процесі терең әрі нәтижелі болады. Қазіргі студенттерге не үйрету қажет деп ойлайсыз? Ең бастысы тәртіп, еңбекке жауапкершілік, уақытты бағалау және өз мамандығын сүйе білу деп ойлаймын.